не деген керемет көрініс. 3150 немесе 200 метр. Мұздақтардың ортасына кірдік. Әне Бауыржан, жағында Аслан. Қаңқысым көтеріліп тұрған сияқты Асланда. Ондай жоқ дейді, бірақ мен ойымша мына жақта ауа сирек қой, қысады ғой давление. Қандай жердегі аты Аслан? Жалғыз өзі. Бүгін 9 маусым 2026 жыл. Аслан, Жаслан, мен, гид бар Закир деген алда кетті. Төртеуміз Алла бұйыртса Сайрам шыңына жолға шықтық ал. Сықиған рюкзак, толған зат 1800 метр. Мына жер шамамен келе жатқан жеріміз. Орта жол 3500. Ар жағы 4300. 4300, 4236. Жақсы жым. Şimdi bir қондық. Кеттік біз. Мына тұрған жерге алған. Демалыс па? Телеграм сақталады просто. Сақтап еш. Бауыржан, сен бәрі өтіп кетсе біз жүрмеш? Артық күшті болады жаңа. Сен жүрдің ғой. Аслан келші. Арт жақ келдің, да? Қаршы. Аржан келе тұр. Басталып жатыр. Біздің походымыз. Қайшы, Аслан? Қар жатыр ма?
Неше километр мынау? Неше метрлік жерде жүрміз? 500 набрали, наверное, да? Ал теңіз деңгейінен 2000 метрге келдік. Мына қар жатыр. Тау өзені басталады, бұлақ болып осы жерден. 3 сағат жүріп келдік. 2000 метр. 1500 лагерь. Ал Аслан ана жақтан келе жатыр. Ал күн бұлт, әні тау, міне Аслан, мынау қар, бұлақ өзен болып ағып жатыр мына қар. Секер. Таудағы энергия. Кока-кола үйде жүріп ішуге емес, тауға шыққанда, қатты шаршағанда ішуге арналған. Шекері көп, бірден күш береді. Бірақ баклажканы қалдырмау керексіз. Мына жерде эколог бар міне. Ертеңнен бастап волонтер боламын дейді, экология департаментіне. Ол где-то 1 килограмм тауға тасып, сосын таудан үсті баклажканы. Шиш там. Ана жерде тамақ іштік. Бұлай көтерілдік ананға. Саған. Солай не істейміз. Неге? Траволейтер жоқ дейді ана, подъемник жоқ, Есек жоқ. есек жоқ, приходится өзін екі аяғымен көтеруге. Не істейміз енді? Амал жоқ. Мақсат қойдық. Келесі жылы Бауыржан, ана подъемный не сатып алайық. Дрон бар ғой. Отырып аламыз. Ұлытауда сияқты ма? Ұлытау ма, Алатауда ма, қайда? Алатау сатып алып, дрон такси, ана жерге қойып. Давай. Енді ана, конечный сайрамға емес, енді хотя бы былай енді ортасына апарып салып, и то мясо. Вы пропотели, да? 2900-ге шыққан жігіттердің түрі. Тек өкіліңді қарашыш. Ана қараңдаршы ауыздан қашып, ана жақтан шығып жатыр қой. Ана жасылдың ар жағынан келдік. Мына жүрдік жасылдан солға мына тау бар, соң ана лагерь. 2900 метр көтеріліппіз ал. Дым жоқ, эскалаторда жоқ. Ай. Ет жоқ. Істеп жүр жайықтың жігіттері тауда. 2000. Хоть жамбыр қойды да. 900 Әке, метр. алхамдулилля, хоть жамбыр қойды деймін да. Бұл еріккеннің ісі емес.
Бұл не үшін жүрміз? Өзімізге бір нәрсе дәлелдеу үшін ба? Жоқ. Енді өмірде бәрі көру керек қой енді. Ертең барамыз, телевизор қараймыз. Мен мына жерде болдым. 4,5 метр биіктігі. Өзімізге өзіміз бір нәрсені дәлелдеу үшін шығар. Қолымыздан келеді деп біз жігітпіз деп. Тұман басталып кетті. Аслан шаршады. Мен де шаршадым. Бәріміз шаршадық. Жақта күн шығып тұр еді. Тұман басталып кетті. Әне, Бауыржан, Заки, ана ущельеден келіп, альхамдулиллах, жаңа ғана сол жерден өтіп, енді біздің кейін тұман басталды. Аллаға шүкір. 3100 шамамен. Ана жер тұман. Нереально. Тұман емесін, бұлт қой енді. Давай, бауыр, кеттік. Аслан, жасын айтшы ғой. 3350 метр биіктік. Біз Әлихан Бөкейхановты қайталап тұрмыз ғой, шыңын, Алматыдағы. Оны қайталап тұрмыз. Иә. Ол жерде бір жақсысы 2000-нан жоғары уже көтеріліп кетесің. 2100-де боласың, ары қарай 1300-де. Біз бәрі 1500-нан 3350 көтеріліп тұрмыз. 1500-нан 3350-ге. 11 сағат жүрдік. Уклон просто градус қатты болып тұр, көрдіңдер. Сосын одан бері соңғы 1 сағат жарым қармен келдік. 11 сағат жүрдік. 11 сағатта 2 километр. Сен мынаны көріп ма? Сендер қара шешін. Мына жерден Машқара ғой, нағыз тауынан қар түсетін жеріне келіп тұрып қой, боран соғатын жерлер ғой ма? Сайрам шыңы дегеніміз осы. Мына жақта келдік. Ал, келдік үшеуміз. Мына екеуі Оралдан. Жасыл, мына менің футболкам. Сәки деген. Ал Асланның Ақтөбеден келген. Құтты болсын, Аслан. 3350. 3350. Ал, палатка құрып атырмыз. Өзіміздің палатка. Талай балыққа барып жүрген. Балалармен пикникке тауға келіп атыр бұл палаткеде. Жел ұшып кетпесін. Жел ұшып кетпесін деп шеттерін жасан таспен бастап қойып атыр. Әкелді, ең екі тас алып беріңіз. Ауыр тастармен. Раньше сюда еще дрова таскали, костер здесь жгли. Внизу насобираешь, несешь сюда. Костер әдемі ғой енді. Мына тасты неге әпермей тұрсың ба? Түсінбеймін. Міне, берсін. Шылқып атыр су, балшық. Қайта ішкей алдық. Ішінен туалеттің қағазымен орап, міне. Туалеттің қағазымен орап. Жасыланның лайфхагі. Туалеттің қағазымен орап, салфеткамен орап, шылқып алдық, жып-жылы. Ауаны ұстап тұр қағаз. Қайшы накидкісін алып, бәрін тартып тастаймыз. Қандай бір один человек тоже атып, блин. Вынесет на это. Я вас двоих понимаю.
Ашылды ғой ауа райы. Бұршақ жауды, қар жауды, жаңбыр жауды. Ашылды ғой. Ашылды ғой. Ашылды. Күнде шықты. Баршаңа сәлем. Ешенбай тауының етегінде қазақтың көк туы мәңгі желбірей берсін. Аумин. 3350 метр. İnşallah. Бүгін жорықтың екінші күні міне қараңдар. Тау жорығының сайрамға қарай келе жатырмыз. Ешенбай және Шымкент тауларының етегінде көк тудың желбірегенін деп бауыржан тұр. 10 маусым 2026 жыл. 3350 метр. Өгем. Аққар. Ұлттық паркі. Қазақтың көк туын алып келдік. Анау біздің жасыл көрініп тұрған біздің Желбірей берсін. палаткамыз, айнала аппақ қар, таулар күн шығып тұр. Жалпы көңіл күй тамаша. Ал жігіттер, жасай берейік. Шайдың қамы дейсің, да? Парижде отырмыз. Осы жақтан келіп қосамын. Лево, право, без разницы, да? Так, ты мне настроил. Бисмилля. Кетеміз қазір. Веревка должна быть натянута, чтобы она у вас не путалась, ничего. Да. Риска не идет, чтобы у вас такие провисы не были. Если ты сольешься, рывок будет большой и дернешь его. А два только? На один. Это как это, да, когда буксируешь, да? Палки сейчас не нужны же, так же? Палки нет. Вот одну можешь палку оставить, один как бы инструмент взять. Может просто с инструментом идти. Себе. Да, екі карабинге де салайын ба? Один, да? Жирно, да? Ұстап тұрсың ба? Все, туда так вниз пришли, веревку выбираем сразу человека. Сюда түсіріп жатыр, карабин. Біреуіне салып Да, жатырмын. водопад нормальный. Екі карабинге салайын ба? Да. Біреуі жетеді, бау. Жаслан екеуіне салып қойды. Енді жаслан. Бисмилля ғой. Ал ледорубку. Иә. Бұрап Ал, тайын ба? бисмилля, кеттік. Мені, Давай, сәттілік жігіттер.
ставить полностью. Если вниз вот идете, то полностью ставить. Тауда қонып, түнімен ұйықтамай, қан қысымынан, шаршағаннан, жел түнімен палатканы ұрып, қатты желден ұйықтай алмадық. Көрдіңіз ғой, бетімізде қолымыз ісіп тұр, қан қысымның көтерілгенін. Біздің ауа аз ғой бұл жерде, оттегі аз. Енді төртеуміз түсіп жатырмыз, кейін қарай. Таңғы 5:30. Тоқпалда жүрмін. По камням пойти до того схода. По тропинке. Таудың жаңғырығы. Ал таудан түсіп келе жатырмыз. Енді бір күн келіп тауға шығып 1800 метрге дейін қонып өкпенімен басты үйретіп акклиматизация қойды таудың табиғатына, ауасына. Екінші күні міне Ишанбайдың тауына дейін шықтық 3350 метрге. Енді бұл жерде енді бірнеше себеп бар. Не дәлелдеп жүрміз, не кімге не дәлелдегіміз келеді, айтқымыз келеді. Енді біріншіден өзіміз үшін. Жалпы біз еркек қолымыздан не келеді. Бұл жерде енді 3 жігіт. Жасұлан, Аслан, мен 40-тан астық, екеуі 43-те, мен 41-де. Қолымыздан келе ме осы? Жалпы денеміздің күш қуаты жетеді ме тауға шығуға? Оның ішінде 3350 метр жерге деген өзімізді тексеру болатын. Иншалла оған да көзіміз жетті. Енді күн сайын үйде Оралда дайындалмаған мен күн сайын жүгірмегенмен күнара далаға шығып, жүріп, велосипед теуіп, қозғалысқа бейім болып, футбол ойнап. Соның енді көмегі бар деп ойлаймын. Біріншіден, енді екіншіден бұл жерде психологиялық адамның бейімділігі ғой. Тауға шыға аламыз, біздің қолымыздан келеді. Яғни намысы бар қазақпыз деген сезімде бар бұл жерде. Намыстың арқасында да шыққан шығарымыз деп ойлаймын.
басқа ұлттар шығып жатқанда қазақтың жігіттеріне кембе деген. Бұл енді осы ең бірінші сол шығар. Бұл енді ерігу емес, енді біреулер айтып жатыр, енді ерігу. Не жатпайсыңдар ма? Не қаңғырып, не жатсыз деген сияқты. Мына Оралдан 2000 километр жерден Шымкентке келіп, о мұн жақта 3-4 күн болып, о қырғын шығын, тамағы бар, жатар жері бар дегендей. Киімі бар, арнайы мына құралдары бар. Етіктен бастап рюкзакқа дейін. Бірақ ол олай емес. Енді негізгі ең бір себебі және мысалға енді өзім үшін бұл енді біз балаларымыздың алдында өзіміздің әке дегенімізді дәлдеуіміз деп есептеймін. Қазір біз оларға бізден асқан асқартау әке жоқ оларға. Яғни осы тауға шыққасын. Сурет видеосын көргесін бізбен көріп әңгімені тыңдағаннан кейін біз оларға жай әке емеспіз. Батыр әкеміз. Өйткені екінің бірі әкенің еркектің қолынан күн сайын жұмыстан келатқанда балмұзда қалып беріп демалыс күні ойнайтын жерге апарып пицца сатып алып беру қолынан келеді. Екінің бірінен. Бірақ енді екінің бірінің әкесінің тауға шығып өзінің күштілігін, мықтылығын дәлелдеп қиындықтарға, аштыққа, салқынға, аязға, желге, суыққа, жолға, басқа да қиыншылықтарға төзіп бере алатын дәлелдеу, әсіресе балаларымыздың алдында. Сол абырой емес пе? Кішкентай бала үшін сенен асқан беделді, атақты, асқардай әке жоқ адам. Аңыз адам жоқ деп те айтуға болады. Енді үшіншіден бұл енді естелік. Иншалла 10, 20, 30, 40 да бір жылдар өтер. Біз болмасақ та бұны ұрпағымыз көрсін. Қазіргі заманның технологиясын сол үшін де пайдаланайық. Біздің ата-бабаларымыздан кейбір жерде бір аңыз әңгімелер қалған шығар. Біреуден қамшы қалған шығар, біреуден бейіттің басында құлпытас қалған шығар. Ал бұл бізде міне сурет, видео, бар материалдың бәрін қазір уақытта сақтап қалдыруға болады. Осындай себептер, тағы да басқа да себептер бар. Ал иншалла аман болайық. Деніміз сау, жанұямызға тек құт береке орнасын. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Біздің саяхат уже аяқталып жатыр. Кеше біз осы подъемға ана Бишімбай тау. В общем, біз сайрам мүгем қорықтық дейді. Мына жерде қаншама шыным бар, сайрам шыны, сосын солидарность шыны бар. Сол кеше мындық. Кеше соған бардық. Енді айтатын нәрсе бірінші ол қауіпсіздік. Тау өте қауіпсіздік жер. Біз мына жерде инструктор жалдап, оборудование, экипировка дегендей, қаншама арқан, қаншама нитана, в общем, қаншама заттар өзіміздің тасып жатырмыз. Сол үшін тауға барғанда ойланыңдар. Сізді отбасы күтіп жатыр, бала шаға дегендей, әйеліндей күтіп жатыр. Сол бірінші қауіпсіздік. Осы айтатын нәрсе. Сақ болыңдар. Тау өте қауіпсіздік жер. Жақсы. Ассалаумалейкум. Не узбековы они были? Они не чемпионские же были? Нет, Узбекистан же они? Никто это не узбеки, это местные, просто паспорт у них узбекистанский.
4 сағат жарты 30 минут 4,5 сағат жүріп футбол алаңына да келдік. Аяқтан аяқ қалған жоқ. 6-та шықтық. Неше сағат қазір? 10:30. Daha bir 40 minutтай жол қалды машина тұратын жерге дейін. Сонымен тәмам болады экспедициямыз. Алла қаласа. 4,5 сағат жүріп келіп демалып жатырмыз. Футбол алаңы деген жер тек су арқасында стауларға бұратын жер. Кішкене қалды.